Бауырды емдейтін супер дәріні білесіз бе? Тура бір айдан кейін бауырыңыз таптаза болады. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен дертке шипа арнасы. Осы видео басталмай тұрып каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта халық медицинасына байланысты керемет видеолар жарық көретін болады. Бауырдың жұмысы нашарласа, бүкіл ағза тозады. Себебі бауыр біздің өміріміз үшін үлкен маңызға ие. Ол ағзаға түскен А, В, С, Д, К, ПП дәрумендер мен фолий қышқылдарын реттеуге қабілетті. Сізді қандай да бір дерт мазаласа, алдымен бауырды тексертіңіз. Оның жұмысын қалыпқа келтірмей, аурудан айығам деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан үй жағдайында бауырды мына әдіспен емдеңіз. Сұлы бауырды емдейтін супер дәрі. Оған қоса тазалайды, жұмысын жеңілдетеді, қабынуды басады. Сұлы бауырға аса қажетті биологиялық құрамға өте бай. Нақтырақ айтқанда глютамин, жасұнық, май, темір, алкалоид, эфир майы мен магний тапшылығын реттейді. Сұлыны біз ұстанған әдіспен дайындап ішсеңіз, бауырды да емдейді. Одан бөлек қан тамырды тазалайды, холестеринді азайтады, қандағы қантты реттейді, қан айналымын жақсартады, әрі қан қысымын қалыпқа келтіреді. Бірінші әдіс. 250 грамм тазартылмаған сұлыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 4 литр салқын су құйып, отқа қоясыз. Орташа отта тура 1 сағат қайнау қажет. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасында салқындаған кезде сүзіп шыны ыдысқа құйыңыз. Ем ретінде 250 мл-ден күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудың алдында балмен бірге қабылдайсыз. Ескерту. Емдік сусынды ішетін кезде жылытыңыз. Екінші әдіс. 3 стақан сұлыға 3 ас қасық қайың бүршігімен 2 ас қасық ит бүлдірген жапырағын араластырып, ыдысқа салыңыз. Оған 3 литр салқын су құйып, бетін жауып қоясыз. 24 сағаттан соң ыдысты отқа қойып, 15 минут қайнатасыз. Осы уақыттан соң қайнатпаға 2 ас қасық жүгері мен 3 ас қасық тарам қосып, тағы да 15 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан кейін ыдысты оттан алып, 45 минут тұндырып қоясыз. Тұнба дайын болғанша ит мұрынды дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм ит мұрынды 1 стақан суға салып қайнатасыз. Дайын болған соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Оның үстіне сұлы тұнбасын сүзіп құясыз. 2 түрлі шипалы сусынды жақсылап араластырып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне 3-4 рет тамақтану алдында қабылдау қажет. Емделу мерзімі 10 күн. Үшінші әдіс. Ұйқыға жатар алдында 2 стақан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне аш қарынға 3-4 рет қайталау қажет. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталаңыз. Ескерту. Татымы ұнамаса суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза балық қосуға болады. Төртінші әдіс. 100 грамм сұлыны 1 литр суға салып, төменгі температурада қызып тұрған пешке қоясыз. Тура 4 сағаттан соң артық сусынды сырғытып төгесіз. Дайын қоспаны 250 мл-ден қабылдайсыз. Артығын шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қою қажет. Емделу мерзімі 2 ай. Емнен соң 1 ай үзіліс жасап, тағы да қайталау қажет. Бесінші әдіс. Ыдысқа 250 грамм сұлы мен сонша мөлшерде қайнаған су құйып, отқа қоясыз. Баяу отта 30-40 минут қайнау қажет. Осы уақыттан соң қайнатпаға тағы да 250 мл су құйып, оттан аласыз. Қақпағын жауып, жылы орап қоясыз. Шамамен 3-4 сағаттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 50 грамм бал мен жарты лимонның шырнын қосыңыз. Дайын болған қоспаны ем ретінде 250 мл-ден тамақтану алдында ішіңіз. Емді күніне 3 рет 1 ай бойы жүргізіңіз. Өздеріңіз білетіндей, сұлы бауырдың жұмысын жеңілдетіп, улы заттардан тазалайтын қасиетке ие. Ем кезінде мейлінше диета ұстап, құрамы
В, С, Е дәрумендеріне бай тағамдарды тұтыныңыз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады.